Әлемдік үстемдік құрғысы келетін алпауыттардың соңғы үлгідегі қару иелену жанталасы бүгінде бақталастыққа ұласты. Саяси күштер межеге жету үшін дінді өз мүдделеріне пайдалануда. Осылайша діннің атынан саяси амалдар жасалып жатыр. Нәтижесінде терроризм сес көрсетіп, кек алу құралына айналды. 20-30 жылға назар аударсақ, дінді бүркемелеген түрлі саяси топтардың, әскери құрылымдардың осы дінді саясиландырып, радикалдандырып, түрлі елдерде осы қоғамдық түрлі жаңағыдай шиеленістерді қоздыруды. Қосымша үлкен бір проблема бұл 90 жылдары әлі күнге шейін Орталық Азияның бірталай жастарының діни білім дегенде сырт әлемге, сол араб елдеріне барып діни білім алып келеді. Оқып келгендегі доктриналары сол салафизм, ваххабизмнің о жақ бұ жағы. Терроризм жаһандық проблема. Жыл өткен сайын географиялық ауқымы кеңейе түсуде. Лаңкестік жиі тіркелетін елдердің алғашқы бестігінде Ауғанстан, Ирак, Нигерия, Сирия, Сомали тұр. Ренат Тілемісов сау санасына псевдо-салафизм дертін жұқтырғандардың бірі. Бүлікшілердің дегеніне көнді. Удың ықпалымен елден безді, жалған бауырластық идеясына сенді. Тіпті Шам жерінен сес көрсетіп тарихи тегінен жерді. 1985 жылы халифат деп жатқан мемлекетте, біз барған мемлекетте, әрине ол ең бірінші үлкен бардак. Әскер қолына қару алып соғыста жүреді, әмір ол жаңағы астына джип мініп алып арт жақта жүреді. Бүкіл нәрсені біз шайтанға жабамыз да. Жаңағы мен мысалы әйеліме деген, балама деген шынайы сезімдерім оянып жатса, мен айтамын, маған шайтан құлағыма сыбырлап жатыр, мені бұл жолдан жаңағы ұстап қалғысы келіп отыр. Сол нәрсені алып аламын да, мен сонымен шынайы нәрселерге қарамай еріп сөйтіп жүрдік да. Ахмет Мединский деген болды. Соның жаңағы өлімнен кейінгі өмір деген секілді бір жаңағы дағуаты болды. Ахмад Абу Абдурахман, лақабаты Ахмад Мединский. Ол Мединадағы діни орталықтардың бірінде оқыды. Бірақ діни таным түсінігінің таяздығынан 2015 жылы оқу орнынан қуылады. Далада қаңғып қалған ол халықаралық террорлық ұйымына адам тартады. Псевдо-салафиттердің саяси идеологиялық ұстанымын таратады. Дағыстандық псевдо-уағызшының тұзағына Тілемісов те түсті. Аль-Каида болсын, Жабхат ан-Нусра болсын, Талибаны болсын, қай-қайсы болса да, олардың бәрінің әр жағында өздерінің жаңағы спонсорлары дейміз ғой, спонсорлары бар. Және интернетте отқан дағуатчиктердің бәрінің өздерінің спонсорлары бар. Соғысқа бірдемеге шақырып ататын өздерінің амалдары, түк мұсылманның амалына сәйкес келмейтін амалдарымен көрінді. Бізде аяқта үлкен минусымыз бар. Бізге басқа мемлекеттен, именно араб мемлекетінен арабша сөйлейтін, Құранды жақсы оқитын адам болса, біз сол адамға артынан көзімізді жұмып еріп кете береміз. Фанатизм, таза фанатизмде болдық, көзіміз бітеу болдық. Ренат теологтардың бақылауында оңалту сабақтарынан қалмайды. Бірлікке шақырушы емес, бүлікті бастаушылардың қатарында болғанына өкінеді. Интернет беттерінен діни ақпараттарды алып, өзінің қасында жолдасы бар, бауырымен псевдопроповедниктерді тыңдау арқылы, осы радикалды көзқарастарды ұстану арқылы, мынау Шам еліндегі Сирия Араб Республикасына қоныс аударған. Тұрғылықты халықтың көзқарасы, олардың сөздерін және олардың іс-қимылдарын таразыға салып, таразылай білген. Соғыстың біздің отанымызға, жерімізге ешқандай қатысы жоқ. Бұл саяси мәселе дегенді естіп, соған көзі жеткеннен кейін барып, ол жерден кетудің амалын ойластырған екен. Сот үкімімен 8 жыл арқалаған Ренат қапаста кітап жазуға кірісті. Туындысын «Соқыр өмір» деп атамақ. Ол жастарға адасу оңай, жол табу қиын екенін жеткізбек.